Сәлем қыздар, қал жағдайларың жақсы ма? Қыздар, бүгін біз мынандай қапқара кишмиштан және мынандай жүзімнен, жасыл жүзімнен варенье жасайтын боламыз. Сондай дәмді болып шығады, сондай күшті. Екеуінің рецебі бірдей, только айырмашылығы біреуіне лимонный кислота қостым, біреуіне қосқан жоқпын. Біреу өйткені приторный сладкий болып кетті да, біреу онша қатты сладкий емес. Міне, арнадан алыстамаңыздар. Қазір ең бірінші мінекей, мынау қара кишмиш, мынау жасыл жүзім. Екеуінен мен 1,5 килограммнан алдым. Мына қара кишмиш өте тәтті болғандықтан 1,5 килограмм кишмишқа 750 грамм қант қостым. Ал мынау жасыл виноград тоже 1,5 килограмм, бұған бірақ мен 1 килограмм қант қостым. Екеуі де сондай оңай, сондай жеңіл, екеуі де дәмді, күшті дәмі. Қазір арнадан алыстамаңыз, бастаймыз. Ең бірінші мінекей эмалированный ыдысқа 300 грамм су құйдым. 300 грамм, 1,5 килограмм кишмишқа. Түсіндік қой, иә? Сосын кейін оған 750 грамм қант салдым. Суық су, үстіне қант қостым, сироп жасап аламыз да бірінші. Сосын кейін пока қайнағанға дейін мына қантты осы суда ерітуіміз керек. Өстіп араластырып тұрасыздар, үнем араластырып тұрыңыздар қыздар. Сироп әбден қайнай бастаған кезде бұл осылай бір қою сироп болады да, енді жай су емес, сироп қой, енді кішкене қоюлау болады. Сол кезде жаңағы кишмишімізді саламыз. Сиропымыз қайнап жатыр. Сиропты көп қайнатпаңдар қыздар. Сосын кейін саламыз. Мынау кишмишіміз ана сиропқа полностью батсын. Түгел батсын. Сосын кейін өстіп кішкене қайнай бастаған кезде мынандай көбігін енді ала алмайсыздар, енді қиын көбігін алу. Мен де ала алмай қиын алдым. Да, ничего страшного, ештеңе етпейді. Неше жылдан бері өстіп жауып келем ғой, ештеңе етпейді. Мінекей өстіп қайнап жатқан кезде только шет-шеті ғана, шет-шеті қайнамайды, ортасы қайнайды ғой. Шетін ортасына қарай апарыңыздар осылай. Мұна бар ғой қызығы, мұна кишмиш осындай свет өзгереді ғой қайнаған кезде. Атак бұлай кишмиш бағана байқадыңыздар ма? Қап-қара болып тұрды ғой. Қай жері қайнап, қай жеріне тиеді, қайнағаны. Сол кезде өстіп түсі кішкене ағарып өзгере ме? Сондай, басқа түске енеді да енді қап-қарадан. Дәмді, как будто краскілеген сияқты да, сиробы тоже кішкене темный түс болады. Мінекей ортасы қайнап жатыр, шет-шетінің кишмиштарын мен ортасына қарай жіберем. Сол кезде ортасы шетке шығады. В общем, барлық жер қайнау керек қой. Қайнағаннан кейін отты ақырын қоямыз. Содан кейін 15 минут қайнау керек. Қыздар, 15 минут қайнасын. Одан кейін қайнағаннан кейін оны алып тастаймыз, суытамыз 2-3 сағат, сосын кейін мінекей қайтадан қоямыз. Сонда қайтадан 15 минутқа қоямыз. Тура жаңағындай қайнағаннан кейін астын басып 5 минут қайнайды, 5 минут қайнағаннан кейін мінекей лимонный кислота себеміз. Өйткені бұл приторный сладкий. Кишмиш. Лимонный кислотаның жартысын септім. Қыздар, түсіндік қой, ең бірінші 15 минут қайнатып алдық, одан кейін алып тастап суыттық 2-3 сағат, одан кейін қайтадан плиткаға қойдық, 5 минут қайнағаннан кейін лимонный кислота қостым. Лимонный кислота қосқаннан кейін 10 минут қайнады. Түсіндік қой, мінекей алып шықтым, тура ыстық қалпында. Қыздар, банкымызды булап, крышкаларын қайнатып 5 минут, одан кейін осы банкіге құямыз ыстық қалпында қыздар. Түсіндік қой? Ыстық қалпында. Мынау кішкене сұйықтау болып тұр, банкіде тұрып өзі-ақ қоп-қою болып қоюланып кетеді. Күшті болады қыздар, мынау керемет дәмді. Жасаңыздар, арнадан алыстамаңыздар. Арнамызға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мінекей полностью құйдым. Жаңағы 1,5 килограмм кишмиштан 1,5 литр мынандай тосап шықты. Варенье шықты. Осы ыстық қалпында қазір бұны қатты қылып жауып,
қатты жауып, сосын кейін жылы жерге қойып, бетін жауып, сол нетіп қойып, төңкеріп қойып, солай істейміз. Барлық варенье сияқты, барлық солонина сияқты қалай істелінеді, тура солай істейміз. Ал енді мынау жасыл виноград, тура сол сияқты 2 рет қайнатамыз 15 минуттан, только қантты кішкене көбірек қосамыз қыздар, ал лимонный кислота қоспаймыз. А так бәрі сондай. Давайте, қыздар, пока!